23 сомнан беріліп еді көк алманың среднийі. Ассалаумағалейкум ағаттығы каналының көршілері. Бүгін 18 март 2023 жыл. Біз осы шарындағы Теш-Таш базарындағы өңі жеміштің бағаларын таныштырамыз. Көк алманың чоңын 40 сом беріліп өттір. 40 сом. Кіріп сонның чоңын 45 беріліп өттір. Çoğu, kirpsonun çoğu. Biraz kırrak ekan. Canatan almanın. Sredniyden biraz çoğurak ekan, sredniy. 23 so'mdan satıldı. Oldu. 26 so'mdan satıldı. Canatan çoğu. Бар кетіп тұр. 26. 26 сомнан кетті килограммға. Бар. 26. Көктің чоң 45 алынды. 45 майдасы 15. Бұл майдасы. Бұл чоңы. 51 сомнан кетті шул kirpson алымлар. 5 каракос. Өзбекстанға 51. Жанатанның чоңы 58 сомнан сатылды. Бағыттыда сенсің бе? Мына екіншісі 40 сомнан кетті шулар. Папан чөгөннің алмасы. Өте сонын екен. Шөгөмдің алмасы деп. Тоғының алмасы. Көргендер. Алма көп базарда. Күздегідей. Жол қатар алма. Вот сомнан кетті. Средний алма. Tüyü açılmaydı değil mi? Ha? Tüyü açılmaydı. Либо, tüyü yok, tüyü açılmaydı. Қызыл қияның лимоны. Теплісаныкі. 80 сомнан сатылды. 80. Китайский капусталар 55 сомнан килограммы. Отыз сомнан сатылды көк алманың чоңы. 30. Ana 23 getirmiş. Бойканың екіншісі 33 сомнан сатылды. 33. Ушының чоңы 50-ге талпа болды. Жанатан средний 25 сомнан сатылды. 25. Ушының да майдасы biraz мутныйрақ, светі шақшымыз 23-тен. Шулар 23 кетті. Kirpsonның майдасы 10 сомнан сатылды. 10 сом. Kirpsonның майдасы 12 сомнан кетті. 12. Biraz kırrak ekan, şu arzan кетті. Ушының чоңы 35 сом сатылды. Kirpson средний 25-тен кетті шулар. Орташа kirpsonlar 25 сом. Kirpson средний 10 сомнан кетті. Средний kirpson. Көлөкө жердегилер biraz свети жоғырақ. Қызыл сағыз 28 сом оптымға жуылғаны. 45 сомнан берілді. Пияз оптымға 45.
24 сомнан сатылып жүруші картошкалар. Картошканың чоңы 24. Чоңылайдың картошкасы екен, чоңы 24 сомнан берілді. 24. Şalgam 20 diyor adam. Ya şalgam içi. Yegen adam 18 hayır son izlep değil. geliyor. Şalgam muzoran iki. Kor 16 bastamı da nasıl kor olacak? Qancha shilg'im? 16 сом сұрап жатады. Bundan tat. 17 кетті. 17 сом. 20 deysiz. Туғандар үшін менен бүгін шығарыш жиынтықтайбыз. Каналға қаттала кетіңіздер. Егер видео жақсы болса, қоса кетіңіздер.